Арма құрметті көрермен, достар, эфирде ғылымстан тележобасы бағдарламаның сөз ұстарымен Нұрбек Бекбау. Қолымда смартфонды бекер ұстап тұрған жоқпын. Елестетіңізші, бір шетелдікпен жолыға қалдыңыз. Испан немесе ол қытайлық болсын, тілін түсінбейсіз, бірақ Google аудармашыны аша қоясыз да, айтқыңыз келгенде мәтін аудио күйінде жазасыз, оны аударып береді. Проблема шешіледі. Ал енді сөйлеуі, естуі нашар адамдармен қалай тілдесуге болады? Бүгін біздің кейіпкер Нұрзада Амангелді осы мәселені шешкен. Яғни сіз сөйлейсіз, сөйлегеніңізді осы смартфондағы қосымша ым тіліне аударып береді. Ым тілін сізге аудио немесе мәтін күйде шығарып береді. Я, осы дүниені талқылаймыз. Сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Нұрзада ханым, қазақша ым тілін жасанды интеллектке үйретіп жатқаныңызды білеміз. Бұл не үшін керек болған жоба? Түсіндіріңіз. Біз мысалы докторантураға түскен кезде алдымызға сұрақ қойылатын, мынандай жетекшілер бар, осындай тақырыптар бар. Қайсын таңдайсыз деген кезде мен осы әрине жаңағы ерекше талаптары бар адамдарға бір пайдам тисін деп осы тақырыпты таңдадық. Бұл тақырыппен айналысқалы 5 жыл болды. Әрине оңай болған жоқ. Біз басында әртүрлі әдістермен жаңағы жүзеге асыруға тырыстық. Бірақ мысалы әлемдік докторантураның бірінші шарты әлемдік рейтингтік журналдарға мақала шығару керек. Соларға біз мақаламыз жіберген кезде сіздердің қазағым тілдеріңіз жоқ, сіздер оны не үшін жаңағы жасанды интеллектке үйретесіздер деген сияқты бізге жауап келді. Осы бізге түрткі болды. Қазағым тілі, жеке қазағым тілі бола алады деп осындай өзіме жаңағы қолшақпарға алып арғай сол жұмысты бастап кеттік. Нұрзада ханым, осы ым тілін түсіндіретін қосымша не үшін керек, қандай пайдасы бар өз қоғамға? Бұл жерде ең бастысы бұл ым тілінде сөйлейтін адамның қоғаммен алмасуға арасында тұрған жаңағы барьерді алу үшін арналған жүйе. Бұл яғни ым тілінде сөйлейтін адамға, мысалы мен ым тілінде сөйлейтін адам болсам, сіз қарапайым адам болсаңыз, мен келіп жаңағы экранға көрсете берем, сіз дауысын ести бересіз. Негізгі мақсаты жүйенің. Сіздің ымды құрылғым? Құрылғыңыз либо сізге текст мәтін қылып шығарып береді, егер сізде наушник қосып алсаңыз, сізге звук болып құлағыңызға келе береді. Яғни сіз түсіне бересіз. Нұрзада ханым, қарап отырсам, тыңдап отырсам, мынау ым қосымшасы білім саласына әжептәуір бір қозғау салатын сияқты, иә? Біз негізгі көздеп отырған мақсатымыз сол білім саласы. Себебі осы саланы зерттеу барысында мен әртүрлі интернаттарға, жаңа балабақшаларға, интернаттарға бардым. Жаңағы саңыраулар қоғамдастығымен сөйлестім. Сол кезде біздің қазіргі жағдай былай. Балабақшаларда біз есту және сөйлеу қабілеті бойынша шектеу бар балаларды мектепке дайындамақ түгіл, тек қана оларға жаңа шай тамағын беріп ұйықтатып үйіне қайтару. Өйткені бізде мектепке дайындап жатқан жоқ. Сурдопереводчик тапшы бізде Қазақстанда жетпейді оларға. И оларда даже сурдопереводчик деген штат та жоқ оларда. Сондықтан осындай жаңағы шарасыздық жағдайда, ал мектептерге келетін болсақ, есту және сөйлеу бойынша шектеу бар балаларға біз мемлекет есебінен құлақтарына кохлеарный имплант салынады 5 жасында. Сол кохлеарный импланттың негізгі мақсаты ол жаңағы нянялар, сурдопереводчиктардың айтуы бойынша ол тек қана машина қақып кетпесін көшеге шыққан кезде машинаның сигналын дауысын естісін, немесе машинаның дауысын естісін. Біз сол кохлеарный имплантпен ол балалар бізде инклюзивті мектепке келеді. Инклюзивті мектепке ол бала мүлдем дайын болмайды. Өйткені ол алдын ала дайындалмаған, ол әріптерді білмейді, жаңағы қоғамға бейімделмеген. Сондықтан ол сол мектепте 11 жыл отырып, жаңағы 3-ке бітірген аттестатын алуға мәжбүрлі болады. Мысалы, сұрайтын болсақ, бізде Павлодарда арнайы интернатта 4 жылда бір бала ғана жоғарғы оқу орнына білім алуға түседі дейді. Ол ерекше жаңағы 3 жасынан бастап, 2,5 жасынан бастап әке-шешесі бір жауапкершілікпен қарап, сол дайындаған балалар сондай бір ғана жетістікке жетеді екен. Ал біздің мақсатымыз болашақта біздің жүйеміз әрбір мектептерде, әрбір кабинеттерінде осындай бір біздің жүйемен қамтылған компьютер тұрса, сол жеткілікті. Яғни инклюзивті мектепте біздің жаңа есту және сөйлеу қабілеті бойынша шектеу бар бала отырады. Мұғалімнің құлағында осындай, мысалы менің мойнымда тұрған сияқты микрофон болады. Мұғалім өзінің сабағын ештеңеге елеңдемей түсіндіре береді, бірақ мұғалімнің айтып жатқан бүкіл мәліметі баланың алдына мәтін түрінде, бір жағынан ым тілінде демонстрацияланып отырады. Егер бала өзінің сұрағы болса, өзінің ойын мұғалімге жеткізгісі келсе, біздің қазіргі уже дайын біз прототипін көрсетіп ғой, распознаватель сол шақырылып, мысалы бала өзінің ойын сол арқылы жеткізе алады. Яғни мұғалім мен баланың арасында жаңағы қарым-қатынас. Нұрзада ханым, қараңызшы. Ым қосымшасы балабақша мектептерге енгізілетін болса, болашақта университетке түсе алатын балалар көбейеді.
жақын болашақта әкім шенеуніктер де пайда болуы мүмкін Иә, ғой. өйткені Америкада Галадут университетінде жаңағы докторлық дәрежеге дейін жетеді ым тілінде сөйлейтін адамдар. Сондықтан біздің мақсатымыз ым тіл. Қазіргі заманда өте жаңа қызықты мамандықтар көп қой. Программист болады, олар дизайнер болады, қазір не болады. Олардың мысалы бізде тағы бір айта кететін арнайы мамандандырған колледждер бар бізде. Оларға берілетін білімдер тігінші, сосын қазір айтамын тігінші, основной тігінші, ұлдарға мебелші. Негізі көбінесе бізде ым тілінде сөйлейтін адамдардың жаңағы етікші болып отыруының себептері осы білім саласында үлкен жаңағы кедергі тұр олардың білімін. Ым құрылғысы оларға кәдімгідей өміріне үлкен шанс ашайын деп тұр ғой. Алла жаса ашу керек. Ғажап. Елімізде есту және сөйлеу қабілеті нашарлау 33 мыңға жуық азамат бар екен. Оның ішінде 3 мыңы ол мектеп жасындағы оқушылар ым тілін жасанды интеллектке үйрету арқылы ол азаматтардың қоғамға сіңісуін, араласуын жылдамдатамыз, жақсартамыз. Осы жолда жұмыс істеп жүрген сізге мыңда бір рахмет. Сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз.